Жапония жоғарғы технологиялар мен терең моральдық ұстанымдардың елі ретінде бүкіл әлемге әйгілі. Бұл елде қылмыс деңгейі өте төмен дегенмен, онда жан түршігерлік қылмыстар жасалуы мүмкін дегенге сену қиын. Бірақ соған қарамастан, Жапонияның өзінде де небір сұмдық қылмыстар болып жататыны анық. Жапон криминалистикасының қазіргі тарихындағы жастар арасындағы ең қатыгез қылмыстарының бірі болып саналатын мектеп оқушысы Дзюнко Фурута есімді қызға жасалған қылмыс болып саналады. Сонымен бұл оқиға 1988 жылдың соңында Жапонияның Мисато қаласында болды. 16 жасар мектеп оқушысы Дзюнко Фурута қарапайым жасөспірім қыз болды. Әдемі, ақылды, еңбекқор студент еді. Әрі мектебінде танымал қыз болды. Мектептегі бұзақы және зұлым бала Хироси Мияно оған ғашық болды. Бірақ қыз одан бас тартты, себебі оның ешқандай қарым-қатынасқа деген ниеті болмады. Миянодан бас тартуға ешкімнің батылы бара бермейтін еді, себебі ол якудзалармен